Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше творожный ягодный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне мұздатқышта тұрған салқын сары майымызды алып, үкіштің көмегімен өткізіп шығамыз. Сары майыңыз еріп кетіп жатса, сары майды ұнға аунатып алып, қайта үкіштен өткізе беріңіздер. Енді осы сары май мен ұнымызды қолмен майдалап үгітіп шығамыз. Жақсылап үгітіліп болғаннан кейін үстінен бір жұмыртқа, 40 грамм қаймағымызды және де сахарный пудра салып, қамырды жақсылап илеп, жұмсақтау қамыр шығарамыз. Дәл граммен істесеңіздер, ешқандай артық ұн қосудың қажеті болмайды, және де мен описанияға толық құрамын жазып кетемін, бірақ бұл жерде мен 2 пирогқа құрамын жазамын. Менде дәл осы қамыр 1000 грамм, және де мен оның жартысын 500-ін алып пайдаландым. Формамызға орналастырып, менде форманың диаметрі 22 см, осылайша тегістеп, шеттерінің барлығын тегістеп шығамыз. Шеттерінің барлығын вилкамен осылайша тегістеп шықсаңыздар болады. Начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін творогтың үстінен 3 жұмыртқа, 1 кесе қантымызды және де 50 грамм қаймағымызды салып, оның үстінен 150 граммдай кез келген ягоды мен вишня пайдаландым. Осылай ыдыста кішкене араластырып жіберіп, қолдың блендермен немесе обычный үлкен блендерға салып, барлығын жақсылап өткізіп аламыз. Міне бізде осыны сұйықтау, түрі өте әдемі, нәзік болатын масса шығу керек. Формамыздың үстінен құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минут шамасына жіберіп аламыз. Пирог піскеннен кейін бөлме температурасында 1 сағаттай қалдырып, және де холодильникке 1 сағаттай қойып алыңыздар. Бұл міндетті түрде, содан кейін ғана барып кесулеріңізді өтінемін. Дәмі өте әдемі болып шығады. Сіздер вишняның орнына кез келген замороженный ягоды пайдалана берсеңіздер болады. Малина, клубника және смородинаны міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған арайлым.